Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі жазамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз ақын жазушылардың өмірбаянын, шығармашылық жолын оқыту. Шығармашылық жолын оқыту. Жақсы. Тақырыбымызға тоқталмастан бұрын ұйымдастыру кезеңінде Мұқағали Мақатаевтың әнін бастағымыз келеді. Бақытым, халқым, суат берем, ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бар, қор болмаймын. Қымбатырақ алтынның нарқым менің. Ал екінші бақытым, тіліммен, тас жүректі тіліммен тілдім. Кейде дүниеден білсенде, қасиетті тіліммен тілдім. Ақын жазушылардың өмірбаяны, шығармашылық жолын оқыту. Ең бірінші сөзіміз Қорқыт Атаның сөзінен бастағым келіп отыр. Өткен күн кеше тарих, келер күн ертең сыр, ал бүгінгі күн үлкен сый дейді Қорқыт Атамыз. Неге бұлай айтқан балалар? Нақыл сөздері Қорқыт Атамыздың. Неге бүгінгі күн жаңағы үлкен сый дейді? Себебі бүгінгі күнге біз ашылықты білдіреді. Жақсы. Ары қарай. Ақын жазушылардың шығармашылығын оқыту үшін ең бірінші біз жаңа әдіс-тәсілдерді қалай қолданамыз. Біз 5 пен 8 сыныптарда қандай ақын жазушылардың мысал жадын оқытамыз. Кім біледі? Ахмет Байтұрсыновтың мысал жадын қарастырамыз. Ыбырай Алтынсариннің мысал жадыларын қарастырамыз. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынов пен Ыбырай Алтынсарин мысалдарын салыстырсақ, екеуінде де өзгешелік бар. Қандай жағынан өзгешелік бар деп ойлайсыздар? Ахмет Байтұрсынов көбінесе кімге теңеген? Астары түрде жеткізген. Ал Ыбырай Алтынсарин көбінесе тәрбиелер. Жақсы. Енді ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығын оқытқан кезде біз қолданатын көрнекіліктердің түрлері өте көп. Біз айтамыз, көрнекіліктердің екі түрі бар дейміз. Ол жинағы көру көрнекілігі, есту көрнекілігі. Көру көрнекілігіне жатқызамыз. Көру көрнекілігіне ақын жазушылардың портреттері, буклеттері, кітапханалар, осылардың кітаптарын біз жаңағы көру көрнекілігіне жатқызуымызға болады. Енді есту көрнекіліктеріне ол электронды оқулықтар. Бола ма? Болады. Ол жазушылардың жаңағы бейнетаспалары, киноларды көрсетуге болады. Міне осы ақын жазушылардың себебі балалар оны көзбен көреді, қолмен ұстайды, ол қызығушылығы артады. Сонымен қатар электронды оқулықтарды қолдануға болады. Электронды оқулықтарды қолдана отырып, бізде мысалға біз тәжірибе кезінде бұл электронды оқулықтармен біз жұмыс жасап көрдік. Мысалға қараңыздар. Халық жыры. Қыз жібек түсіндірген кезде. Қыз жібек. Тұрмыссал жырларынан ел арасына ауызшада басып арқылы да ертерек тарағаны қыз жібек. Жырдағы басты кейіпкердің бірі Төлеген. Ол өзіне тең, жар жолдасқа ескі салт бойынша ата-ананың айтып тұруымен қосылуды көздемейді. Сүйген жарды өзі таңдап алуды Қолдануға бола ма балалар? Қолдануға, электронды оқулықтарды қолдануға болады. Бұл көбінесе қандай бағытта балалардың несін арттырады? Бала деген бұл сыртта естілген сөздерді, әуендері, ырғақтарын тыңдай отырып бұл қызығушылығын арттырамыз. Жақсы. Бүгінгі тақырыпқа қолдана отырып біз мысалға жаңа технологияларды қолдануымызға болады сабақта. Сыни түрден ойлау технологиясын біз білеміз. Ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығын өткен кезде міндетті түрде жаңағы миға шабуыл стратегиясын қолданамыз. Одан кейін сыни түрден ойлау әдісін қолданамыз. Одан кейін жаңағы ой толғаныс әдісін қолданамыз. Кубизм әдісін қолданамыз, жиксу әдісін қолданамыз, рафт жүйелерін қолданамыз. Бұл технологиялар, сыни түрден ойлау технологиялардың бұл жаңағы стратегиялары. Сіздер білесіздер, сыни түрден ойлау технологиясының қаншама стратегиясы бар?
200 стратегиясы. Соны біз 60 түрін практика кезінде қолданып жүрміз. Енді бұл технологиядан басқа тағы да қандай әдіс тәсілдер арқылы оқытуға болады ақын жазушыларды? Дамыта оқыту технологиясы арқылы оқытуға болады. Деңгейлеп саралап оқыту, сосын модульді оқыту, ақпаратты оқыту, бағдарламалар оқыту, сосын дамыта оқыту. Міне, бұл технологияларды сабақта қолданып, біз оны жаңағы іске асыруымыз керек. Енді біз сіздер білесіздер, жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша бізде міндетті түрде жаңағы жұптық, жеке, топтық тапсырмаларды қолдануымыз керек. Бүгін біз сабағымызды осындай бағытта жұмыс жасап көрейік. Жеке тапсырмалар ретінде қазір әрқайсысы жеке жұмыс жасайсыздар. Бұл кезде мысалға ақындар тобы, жазушылар тобы, қандай жазушыны алып отырсыздар сіздер? Мұхтар Әуезов, одан кейін жыраулар тобы, Бұхар жырауда алып сіздерге. Ақындар тобы, кімді алып отырсыздар? Мұқағали Мақатаев. Енді әрқайсысы өздеріңіз алып отырған ақын жазушылар туралы синквейн әдісі Синквейн әдісі бойынша біз Бұқар жырауды алдық. Күндағы жанаған кім деген сұраққа көмеге әулие Бұқарым, қандай қасқыр мінез жұтарым, не істеді қазақ үшін жыр жазып, сезімді білдіретін бір сөйлемге қасірет көзін көрсе де, синоним ретінде бақыттан аштың құшағын. Синквейн әдісін түсіндіріп кете ғой, егер қолдарыңызда болса. Синквейн әдісі ол мынада қойылған кім, қандай, не істеді, сезімді білдіретін сөйлем синонимдарға қойылған сұрақтарға өлең тармақтары арқылы берілетін 5 жауап. Жақсы, отыра ғой. Жақсы. Тағдың шығар ол жұптық тапсырмалар. Енді жұптық тапсырма ретінде ақындар тобы, жыраулар тобы, жазушылар тобы Вен диаграммасы арқылы салыстырып көріңіздер. Екі ақынды салыстырып көріңіздер. Ақын мен жырауды салыстырыңыздар, немесе жырау мен жазушыны салыстырыңыздар. Жақсы, кім шығады? Біз өлең диаграммасын құрдық. Жалпы бұл жерде біз Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасымен және Сәкен Сейфуллиннің Аққудың айрылуы шығармасын алдық. Жалпы бұл Мақатаевта Аққулар ұйықтағанда бұл поэма негізінде 1973 жылы жазылған. Ол поэма бір жанұяның өмірі суреттеледі және жетім көлден аққулардың кеткені жайлы баяндалады. Және Сәкен Сейфуллиннің Аққудан айрылуы өлеңді алсақ, бұнда 1925 жылы жазылған. Бұл өлеңде яғни өзінің қашығынан айырылған сыңары жайлы жазылады. Яғни бұның ұқсастықтарына келетін болсақ, жалпы яғни ортақ белгісі екі жазушының шығармалары бір-біріне үндеседі, себебі бұл екі шығармада да аққулардың өмірі баяндалады. Жақсы. Отыра қойды, жақсы. Енді балалар, топтық жұмысты бастамас бұрын мен сіздерді топқа бөлгім деп отырмын, топқа. Жалпы топтық жұмыс туралы былай айтқан екен. Топтық жұмыс туралы Конфуций былай айтқан екен. Маған айтшы, мен ұмытып қаламын дейді. Маған айтшы, мен ұмытып қаламын. Маған көрсетші, мен есімде қалады. Өзіме істетші, мен сонда түсінемін дейді. Рас па? Конфуцийдің ілімі. Себебі топтық жұмыс жасаған кезде бізде ең бірінші басым болып беріп ұйымшылдық. Енді мына жерде ақын жазушылардың суреттері тұр. Осы жерде өздеріңіз таңдаңыздар, сосын топқа бөліңіздер. Жазушылар таңдаған топтар. Жазушы таңдаған топтар. Мына қатарға отырыңыздар. Ақындар таңдаған топтар. Екінші қатарға отырамыз. Одан кейін жыраулар таңдаған топтар. Үшінші қатарға отырамыз. Топтық тапсырма жазып аламыз. Топтық тапсырма ретінде Блум таксономиясын қолдана отырып, бүгінгі Блум
Блум таксономиясы арқылы топтық жұмыс жасайсыздар. Блум таксономиясы дегеніміз не жұлдыз? Блум таксономиясы негізі 6 сатыдан тұрады. Білу, түсіну және қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Білу бұл оқушының сабақта нені меңгергендігі жайлы, түсіну бұл оқушының қабылдауы, түйсігі. Қолдану алған білімді тәжірибе барысында қолдану, талдау білімді жай қабылдамай, талдайды, синтездейді. Жинақтау алған білімнен жаңа өнімді жасап шығарады. Және де бағалау ол жаңағы өзі бағалау, немесе әртүрлі бағаларды қолдана отырып бағалау. Жақсы тұрау. Ал енді бастады. Топтық жұмыс жаңағы Блум таксономиясы арқылы жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыстар барлығы топ таксономиясы. Қайсы топтайын бастадық? Келе қойды. туындыдағы оқушылардың білімін шығармашылық деңгейге жетелеумен ерекшеленеді. Блум таксономиясы негізінен 7 сатыдан тұрады: білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалау. Білуге мысалы осы Сәкен Жүнісовтың Ақан сері және Мұхтар Әуезовтің Көксерек романы әңгімесін талдау арқылы біз салыстыру жасадық. Блум таксономиясына білу, яғни Сәкен Жүнісовты танып, Ақан сері романын оқып, оны әрі қарай жетелеуге, яғни мақсат қоюға болады. Екіншісі түсіну. Түсіну бұл романда жазушы сол замандағы халық жағдайы, қазақ қыздарының бостандығын аңсауы жайлы. Бұл әңгімені әрі қарай қолдану арқылы. Қолдану, яғни мен бұл шығарманы Ілияс Жансүгіровтің және Ғабит Мүсіреповтің шығармаларымен салыстырып айтар едім. Сабақ өту барысында сабақты талдау және анализ етуге болады. Мен бұл романды оқи отырып, өз жеріндегі салты мен әдет-ғұрпын бұза алмай, өз бақытынан бас тартқан қазақ қыздарын көрдім. Және соңғысы бұл яғни бағалау. Бағалау, бұл роман ең кең тынысты күрделі роман екені көрініп тұр. Сол кездегі қоғамды анық айқындап жеткізе білді деп ойлаймын. Бұл әңгімені осы өту барысында бұл рефлексия жасауға болады, яғни ой қорытындылау. Яғни бұл жерде маған бұл роман қатты ұнады, яғни бұл романның бұл жердегі мейірімсіздігі, яғни сол замандағы шындықты сипаттаған үшін, яғни роман көлемді болып келеді деп өзінің ойын жеткізуге болады. Жақсы. Отыра қойыңыз, жақсы. Блум таксономиясы арқылы сіздер жаңағы жазушыларды шығармаларын талдап бердіңіздер, өте жақсы. Келесі сандар сөйлейді. Бұл әдісті қолдана аламыз ба балалар сабақта, сандар сөйлейді әдісі? Кәне, сіздер жаңағы алдарыңызда сұрақтар жатыр, сол сұрақтарға сіздер жауап ретінде тауып отырсыздар. Кім шығады сандар сөйлейтіне? Келе ғой Мартинов. Атында көп өздерінің несін қарастыру керек. Біз мектепке барғанда осындай бағыттар арқылы бір жұмыс жасауымыз керек. Яғни 1993 жыл, яғни Далбар тауының етегінде халқымыз әулие атанып, ұлы абыздың кезенесі салынып, салтанатты түрде ашылуы өткен. Бұл 1993 жылы. Бұл қай жылғы? 1993 жыл. Сонда сіз 93 жыл арқылы сіз жаңағы сандарды сөйлеттіңіз, аха? Балаларға осындай сандарды қойып, қай жылы қандай оқиға болған туралы айтуға болады. Өте жақсы. Сіздер білесіздер, бүгінгі сабағымызды мен ашық журнал арқылы бағалап отырмын сіздер көріп отырсыздар. Енді Мұқағали Мақатаев туралы, Мұқағалидың өлеңдері туралы, өлеңдерін кім жатқа біледі? Кім айтады тәне? Келе ғой. Мұқағали Мақатаев, автограф. Көрер едің шаламын ба, отпын ба, білер едің ақынмын ба, жоқпын ба. Кектендірген хан жәңгірде жоқмын да, кектенетін Махамбет те жоқмын да. Түсінерең езгім пәлде, ермін бе, байқар едің артықпын ба, кембін бе. Мен Спартак бола алмадым, не шара, сенің өзің Цезарь болып көрдің бе. Сырым досы, жырым досы алдыңда, байқадым ба, бықсыдым ба, жандым ба. Махандар көп, махандардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бар мұнда. Жақсы, аға келіңіз сізге. Өте
өте жақсы. Осы өлеңді оқыта отырып, сен балаларға мысалға дыбыстық көрнекілік ретінде бұны қолдануға болады. қолдануға болады. Сосын тағы қалай көрсетеміз бұны? Жалпы аудио арқылы, аудио таспалар, үн таспалар арқылы жалпы. Үн таспаға өз даусымен жазып, оқушыларға тыңдатып, жаңағы өлеңді мағынасын ашуға болады. талдатқызуға болады. Жақсы, отыра ғой. Енді біз сабақта сабақ қазақ әдебиеті сабағында біз талдаудың түрлерін бәрін қарастырамыз, мектепте. Ол сіздер айтып отырсыздар, сыни түрден ойлау технологиясы, технологиялардың түрлерін айтып отырсыздар. Енді қорытындылау кезі, сабақты қорытындылау кезі болады. Қорытындылау кезінде біз қандай әдістерді қолдануға болады сабақта, балалар? Қандай әдістерді? Практикасында қолданғанда ақын жазушыларды оқытқанда сабақты қорытындылау кезінде біз 5 саусақ әдісін қолданамыз. Ол көріп отырғаныңыздай, бірінші бүгінгі сабақ саған түсінікті болды ма? Иә, бүгінгі сабақ маған түсінікті. Топтық жұмыстың қандай өз пікіріңді қостың? Топта әркім өз пікірін қосып жақсы жұмыс жасадық. Үшіншісі, сабақ барысында не ерекше қызық болды? Ақын жазушылардың өмірі мен үшін өте қызық болды. Саған ең пайдалы не болды? Яғни осы кісілердің өлеңін жаттап алғаным мен үшін пайдалы болды. Алдыңғы сабақтарда осындай болғанын қалайсың ба? Алдыңғы сабақтарда осындай сабақтардың көп болуын тілер едім. Қалай? Тағы қандай әдістер бар? Сабақты қорытындылау кезінде, біз сабақты қорытындылаған кезде 3-2-1 әдісі бар ма? Кім айтады 3-2-1 әдісі? 3-2-1 әдісі, яғни бұнда оқушы өзіне алған 3 жаңағы білімін және де 2 қызықты ақпарат және 1 қиындық кездескен жағдайларды айтып кетеді. Бұл сабақты қорытындылау кезінде бүгінгі сабақта алған 3 нақты керек деген жаңағы өзінің мәліметтерді айтады. 2 бүгінгі сабақта 2 нақты әсер алған оқиғаларды айтады да 1 деген бүгінгі сабақта түсінбеген бір ғана мәселесі айтады. Жақсы. Енді біз өз сабағымызды қорытындылау кезінде біз сіздерді мен 3 қалпақшамен ортаға шақырғым келеді. Қалпақшалар қызыл қалпақша тұр, қара қалпақша тұр, көк қалпақша тұр. Кім шығады? Биле қойыңыздар. Қызыл қалпақшаны киген адам, киген бала, ол болжам жасайды. Қара қалпақшаны киген бүгінгі сабақтың кемшілігін айтады. Көк қалпақшаны киген бүгінгі сабаққа жаңа идеялар айтады. Жақсы, ал талдап көріңіздер. Қызыл қалпақ бұл болжалды білдіреді. Бүгінгі сабақта болжасақ, бүгінгі сабақ өте қызықты өтті, және де осы сабақта жаңа ақпаратты қалай қолдану керек. Әдебиет оқыту барысында көптеген қызықты ақпараттарды балаларға жеткізу үшін аудио, видео, көрнекіліктерді қолдану, сонымен қатар болашақтағы сыни тұрғыдан ойлауда мынау сияқты көптеген көрнекіліктерді, әдістерді қолдана отырып балалардың білім сапасын көтеру. Жақсы. Жалпы бүгінгі сабақтың қара қалпақша кемшіліктерін айту. Бүгінгі сабақ жалпы топтық және жаңағы жеке жұмыстар болды, бірақ сонда да шапшаңдықты талап етеді. Шапшаңдық қажет. Көк қалпақша бұл жаңа идея, жалпы сабақты өту барысында уақыттың тиімділігі бұл ең басты мәселе. Соған байланысты ақпаратты технологияны қолдану бұл уақытты үнемдеудің ең тиімді жолы болмақ. Соған байланысты сабақ барысында аудио-видео сабақтарды көп қолдану керек дейсің. Жақсы, отыра қойыңдар, жақсы. Енді біз бүгін білеміз, бізде жаңа инцидент білдім келеді. Жалпы бүгінгі сабаққа дейін сіздер білгендеріңізді жазасыздар ма жерге? Білдім, бүгін білгендеріңіз, одан кейін білгім келеді. Әрқайсыңыз өз дәптерлеріңізге жазыңыздар. Білемін, мен білдім, оған кейін ақын жазушылардың өмірі туралы, шығармашылық туралы білдіңіздер, одан кейін білдім, бүгін білгендеріңізді жазасыздар, сосын білгім келеді. Жалпы білгілерім келгендерді жазасыздар. Жақсы, болды. Енді сабақты қорытындылай келе, сіздер білесіздер, мен бүгін сіздерді ашық журнал арқылы бағаладым. Көріп отырсыздар, ашық журнал. Бүгінгі сабақта Бексұлтан өте жақсы қатысып отыр, Асылбек, Қамар, Ақерке, Назерке өте жақсы деген бағалады. Толғанай, Гаухар, Дариға, Жұлдыз, Бейбіт жақсы деген бағамен бағаланады. Үйге тапсырма, жазып алыңыздар, үйге тапсырма.
ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығы жөнінде жоба құрастыру. Жоба деген ол ақындар Мұқағали Мақатаев дауып отыр, жазушылар Мұхтар Әуезов дауып отыр, жыраулар Бұхар жырау. Осы ақындар туралы, жазушылар туралы, жыраулар туралы жоба дайындап келесіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.